Ләйлә мен Мәжнүн. Ертеде қайсы есімде бір бозбала өмір сүріпті. Өзі жарлы еді. Байға жалдан қойларын бағатын. Құдай байлық бермесе де ақындық өнерді беріпті. Елдегі той думан қайсыз өтпейді екен. Бірде қайыс қой бағып жүріп, малын суатқа әкеледі. Сол жерден бір сұлуды көріп ғашық болып қалады. Оған күндіз түні жыр арнап ән шығарады. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан қалады. Ас ішпей жүдеп кетеді. Көрші қолаң оны аяп көрсетпеген емшісі қалмайды. Бірақ нәтиже шықпайды. Қайыс жынды адам сияқты Ләйленің елесін қуалап, басы ауған жаққа қаңғырып жүре береді. Жұрт оны Мәжнүн деп атайды. Бұл сөз жынданған деген сөзді білдіретін еді. Мәжнүн жайлы әңгіме бір күні патшаға да жетеді. Сау адамды есінен айыратындай, ол қандай сұлу болды екен деп Ләйлені көргісі келеді. Оны сарайына алдыртады. Сөйтсе, Ләйле деп жүрген ажарсыз қыз екен. Патшаның кандидаттары одан 10 есе әдемі еді. Патша таңғалып, әй, әлгі Мәжнүнді жынды қылып жүрген қыз сен бе? Сұлу ма десем, көркің қораш екен депті. Сонда Ләйле патшаға қарап, тақсыр менің сұлулығымды көру үшін маған Мәжнүннің көзімен қарау керек деп жауап береді. Әй дәруш, Мәжнүннің көргені сұлулық емес, Мәулананың бейнесі еді. Әр патша сықылды бас көзіңмен қарасаң, өмірдің тек көлеңкесінде жүресің. Неден пайда, неден зиян деп қана өмір сүресің.